Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасының 91-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға ең алдымен подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны басып қойыңдар. Себебі біздің арнамызда математиканың 3-ші, 4-ші сыныптарына арналған үй жұмыстарын, түсінбеген тапсырмаларыңды, тақырыптарыңды қарап, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасасаңдар болады балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрылымы күрделі теңдеулер, бекіту. Музыка. Сен көбейту және бөлу амалдарына берілген теңдеулерді шешетін боласың. Өткен материалдарды қайталайсың. Енді балалар, бірінші бізде нөмірі бірінші есеп. Музыка өнерінің үлкен мерекесіне бағдарлама құрылды. Өрнектердің мәнін тап. Сонда сен концертте қанша ән орындалып, би биленетінін және марш болатынын білетін боласың дейді. Енді балалар, мына жерге қарай қойайық. Бірінші есеп бізде 25 көбейтілген 4 азайтылған 25 көбейтілген 3 деп тұр. Бұл бізде балалар, бұл есептің жауабы, яғни бізде қанша би орындалатын, иә. Ал екіншісінде бізде балалар ән тұр, иә. Ән айту бізде балалар осы есепке байланысты қанша ән орындалатыны белгілі болады. Үшінші бізде балалар марш, иә. Марштың қанша болатыны осы есепке байланысты шығады екен. Енді балалар, бізде қанша би болатынын білу үшін бірінші есепті шығарайық, иә. Бірінші 25 көбейтілген 4 азайтылған 25 көбейтілген 3. Бірінші балалар, біз 25 көбейтілген 4 бізде 100-ге тең болады. Азайтамыз, иә. 25-ті 3-ге көбейтсек 75 шығады. Енді 100-ден 75-ті азайтқанда бізде 25 шығады. Яғни балалар, бізде 25 би болады екен, иә. Келесі бізде балалар әнге байланысты. Қанша ән болады? Бірінші 2 көбейтілген жақша ішінде 11 көбейтілген 30 азайтылған 320 жақша жабылған. Тең. Енді балалар, бұл жерде өздерің білетіндей жақшаның ішіндегі амал бірінші орындалады, иә. Яғни жақшаның ішіндегі біз ең бірінші көбейту амалын орындаймыз. Себебі азайту көбейтуден кейін орындалады. Енді 2 көбейту, жақшаның ішіндегі 11 мен 30-ды көбейткенде 330 шығады, одан 320-ны азайтамыз. Яғни 330 азайтылған 320 жақшаның ішінде жазып қоямыз. Енді 2 көбейтілген 330-дан 320-ны азайтқанда бізде 10 қалады екен. Енді 2-ні 10-ға көбейткенде бізде 20 ән орындалатынын білетін боламыз балалар. Енді келесі үшінші есеп бізде балалар 20 көбейтілген 11 азайтылған жақша ішінде 99 көбейтілген 2 қосылған 2. Жақша жабылған тең. Енді балалар, бұл жерде 20-ны 11-ге көбейткенде бізде 220 шығады. Осылай бірден есептеп алсақ болады. Азайту, енді жақшаның ішіндегі амал орындалады. 99-ды 2-ге көбейткенде бізде балалар 198 шығады екен. Оған қосамыз 2-ні, жақшаның ішіне жазып қоямыз оны. Енді тең 220 азайту жазылады. Жақшаның ішіндегі бірінші орындалады, 198 қосылған 2. 198-ді 2-ге қосқанда бізде 200 шығады екен. Енді 220-дан 200-ді азайтсақ, бізде 20 марш орындалатынын білетін боламыз балалар. Бұл есеп бізде дәл осылай шығады екен балалар. Қатесіз әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Келесі бізде балалар екінші есепте дейді. Бұл жерде бізде А есебі ең бірінші, иә. Яғни балалар, бізде көбейтіндінің мәні кейбір жерінде көбейткіш түсіп қалған екен, иә, мына кестеде. Сол кестені толтырып біз жазуымыз керек. Біз оны қалай жазамыз? Бірінші мысал, көбейткіш 23, яғни екінші көбейткіш 10 деп тұр, иә. Оның көбейтіндінің мәнін табу үшін біз 23-ті 10-ға көбейтеміз, иә. Яғни 23-ті 10-ға көбейткенде бізде балалар 230 шығады екен. Яғни көбейтіндінің мәніне біз 230 деген санды жазып қоямыз. Келесі көбейткіш 10, екінші көбейткіш 40 дейді, иә. Көбейтіндінің мәні бізде балалар екеуін көбейтеміз, 400 шығады екен. Яғни кестеге 400 деп жазып қоямыз. Келесі бізде балалар көбейткіш 9 дейді, көбейтіндінің мәні 900 дейді. Яғни бұл жерде екінші көбейткіш бізде белгісіз болып тұр, иә. Яғни оны табу үшін біз балалар 900-ді 9-ға бөледі екенбіз. Енді 900 9-ға бөлген кезде бізде 100 деген сан шығады. Екінші көбейткіштің орнына 100 санын түсіріп кестеге жазып қоямыз. Келесі көбейткіш бірінші 20, екінші көбейткіш 30 дейді. Бұл жерде балалар көбейтіндінің мәні бізде 20-ны 30-ға көбейткенде 600 шығады. Яғни көбейтіндінің мәніне кестеге біз 600 деп жазып қоямыз.
Келесі көбейткіш 400, көбейткіш 200 дейді. Көбейтіндінің мәнін табу үшін 4-ті 200-ге көбейтеміз. Сонда бізде балалар 800 шығады екен. Сонда көбейтіндінің мәніне біз 800 деп жазып қоямыз. Енді бұл жерде балалар келесінде бірінші көбейткіш белгісіз, екінші көбейткіш бізде 10 екен, көбейтіндінің мәні 310-ға тең екен. Бұл жерде балалар бірінші көбейткішті табу үшін біз 310-ды 10-ға бөледі екенбіз. Яғни 310-ды 10-ға бөлгенде бізде 31 деген сан шығады. Яғни бірінші көбейткіштің орнына 31 деп кестеге жазып қоямыз. Келесі бізде балалар бірінші көбейткіш 70, екінші көбейткіш 10, көбейтіндінің мәні қанша деп тұр, иә? Яғни балалар бұл жерде көбейтіндінің мәнін табу үшін 70-ті 10-ға көбейтеміз. 70-ті 10-ға көбейткенде 700 шығады, көбейтіндінің мәніне кестеге біз 700 деп жазып қоямыз. Енді келесі бізде балалар көбейткіш 10-ға тең бірінші көбейткіш, ал екінші көбейткіш бізде белгісіз екен. Көбейтіндінің мәні 300-ге тең дейді. Енді балалар бұл жерде екінші көбейткішті табу үшін біз 300-ді 10-ға бөледі екенбіз. Сонда бізде балалар екінші көбейткіш 30-ға тең болады екен. Яғни кестеге 30 деп санын түсіріп қоямыз балалар. Осылай балалар бұл есеп А есебі шығады. Келесі бізде балалар Ә есебі. Бұл жерде балалар бізге бөлуге байланысты есеп берілген екен, иә? Яғни бұл жерде де дәл А есебіндегідей бөліндінің мәні немесе бөлінгіш, бөлгіш кейбір жерде түсіп қалған екен, сол жерлерді толтырып жазуымыз керекпіз. Мысалы, бірінші балалар бізде бөлінгіш 250, бөлгіш 10, иә? Бөліндінің мәнін табу үшін біз балалар 250-ді 10-ға бөлеміз, иә? Сонда бөліндінің мәні бізде 25-ке тең. Кестеге 25 санын түсіріп қоямыз. Келесі бізде бөлінгіш 600, бөлгіш 30 екен. Бөліндінің мәнін табу үшін 600-ді 30-ға бөлеміз. Бөліндінің мәні 20-ға тең болады екен. Енді балалар бөліндінің мәнін, яғни 20-ны біз кестеге жазып қоямыз, иә? Келесі бізде балалар бөлінгіш 700, бөлгіш 100 екен. Енді балалар бұл жерде де 700-ді 100-ге бөлеміз, сонда бөліндінің мәні 7-ге тең болады, яғни кестеге түсіріп қоямыз. Келесі бізде балалар бөлінгіш 210, бөліндінің мәні 10-ға тең екен. Яғни бұл жерде бізде бөлгіш белгісіз. Бұл жерде де балалар бөлгішті табу үшін 210-ды 10-ға бөлеміз, иә? Сол кезде бізде балалар бөлгіш 21-ге тең екенін білетін боламыз. 21 санын кестеге түсіріп қоямыз. Келесі бізде балалар бөлінгіш 500, бөлгіш 100-ге тең екен. Бұл жерде балалар бөліндінің мәнін табу үшін 500-ді 100-ге бөлеміз. Сонда бөліндінің мәні 5-ке тең болады, кестеге 5 деп түсіріп қоямыз. Келесі, бөлінгіш 1000-ға тең, бөлгіш 50-ге тең. Бөліндінің мәні қанша дейді. Бұл жерде де балалар біз 1000-ды 500-ге, яғни 50-ге бөлеміз. Сонда бізде балалар 1000-ды 50-ге бөлгенде бөліндінің мәні 20-ға тең болады екен. Яғни бөліндінің мәніне кестеге 20 деп түсіріп қоямыз. Енді келесіде бізде балалар бөлінгіш белгісіз, бөлгіш 40-қа тең, бөліндінің мәні 20 дейді, иә? Енді балалар бұл жерде біз бөлінгішті табу үшін біз 20 санын, яғни бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеді екенбіз. Яғни 20-ны 40-қа көбейтеміз, иә? Сонда бізде балалар бөлінгіш 800-ге тең болады екен. Келесі бізде балалар бөліндінің мәні 4-ке тең, бөлгіш бізде 200 екен, иә? Бұл жерде де бөлінгіш белгісіз болып тұр. Яғни бұл жерде бөлінгішті табу үшін 4-ті 200-ге көбейтеді екенбіз. Сонда бізде балалар бөлінгіш 800-ге тең екенін білетін боламыз балалар. Кестеге осылай әдемі етіп жазып, өздерің осы есепті дәптерлеріңе көшіріп әдемілеп жазып алыңдар. Енді келесі бізде балалар үшінші есеп теңдеулерді шеш дейді. Яғни балалар бізде 3 теңдеу берілген екен, сол 3 теңдеуді шешуіміз керекпіз. Енді бұл жерде балалар бірінші теңдеу 56 бөлінген x тең болады. Жақшаның ішінде 10 қосылған 6 жақша жабылған бөлінген 2 дейді. Енді бұл жерде балалар теңдеуді бірінші қысқартып жазып алсақ болады, яғни 56 бөлінген x дейміз бірінші, 10-ға 6-ны қоссақ бізде балалар 16 шығады екен. Одан кейін 16-ны бөлеміз 2-ге. Бұны да 16-ны 2-ге бөліп қысқартып жібереміз. 56 бөлінген x тең болады. 16-ны 2-ге бөлсек, бізде 8 деген сан шығады екен.
Енді осы жерде бізде қысқарған 56 бөлінген x тең 8 деген теңдеу шықты, иә. Бұл жерде балалар енді x-тің мәнін табу үшін біз 56-ны 8-ге бөледі екенбіз. Енді 56-ны 8-ге бөлгенде бізде балалар өздерің білетіндей 7 шығады, иә. Яғни x-тің жауабы бізде x 7-ге тең екенін білеміз. Енді осы x-тің орнына мына 7 санын қойып жазайық, тексерейік. 56 бөлінген 7 болады, тең 10 қосылған 6 жақшаның ішінде бөлінген 2 болады. Енді балалар тексеріп көрейік. 56-ны 7-ге бөлген кезде бізде балалар 8 шығады, тең болады 10 қосу 6 16 болады. 16-ны 2-ге бөлсек бізде 8 шығады екен. Яғни екі жағы тең, 8 де 8 болып тұр. Яғни бұл теңдеу бізде дұрыс шықты деген сөз. Келесі бізде балалар x азайту 340 бөлінген 10 тең 12 көбейтілген 5 дейді. Бұл жерде балалар, бұл жерде де біз теңдеуді қысқартып жазып алсақ болады. Яғни x азайту 340-ты 10-ға бөлсек бізде 34 шығады екен. Тең болады 12-ні 5-ке көбейткенде бізде балалар 60 деген сан шығады екен. Енді келесі бізде балалар x-тің орнын, яғни x-тің жауабын табу үшін біз 60-ты 34-ке қосады екенбіз. Сонда бізде балалар x-тің жауабы 94-ке тең болады екен, иә. Енді осы теңдеуді, яғни 94-ті мына x-тің орнына қойып тексеріп көрейік. Яғни 94 азайту 340 бөлінген 10 тең болады 12 көбейтілген 5. Бұл жерде балалар 340-ты 10-ға бөлсек 34 шығады. 94-тен 34-ті азайтатын болсақ, бізде 60 шығады, иә. Яғни бірінші жағы 60-қа тең болады 12-ні 5-ке көбейткенде де бізде 60 деген сан шығады. Яғни екі жағы да бір-біріне тең болып тұр. Енді бұл есеп бізде дұрыс деген сөз екен балалар, иә. Келесі бізде үшінші теңдеу 484 бөлінген 4 қосылған x тең 210 дейді. Бұл жерде де балалар біз 484-ті 4-ке бөліп біз қысқартып жіберейік. Яғни 484 4-ке бөлгенде бізде 121 шығады. 121 ары қарай көшіріп жазамыз, қосылған x тең 210 деп. Енді x-тің орнын табу үшін біз балалар x тең 210-ды мына 121-ге яғни азайтамыз. Сонда 210-нан 121-ді азайтқанда бізде балалар 89 деген сан шығады екен. Яғни бізде x 89-ға тең екен. Енді осы 89-ды мына x-тің орнына қойып, біз теңдеуіміз дұрыс шықты ма, соны тексеріп көрейік. Яғни 484 бөлінген 4 қосылған 89 тең 210 дейді. Енді балалар 484 4-ке бөлсек бізде 121 шығады. 121-ге 89-ды қосқанда бізде балалар 210 деген сан шығады екен. Яғни балалар бұл теңдеу де дұрыс шықты деген сөз екен, иә. Келесі бізде балалар төртінші есепті шығар дейді. 35 фотосурет альбомның әр бетіне 4 фотосуреттен орналастырылды дейді. Қанша фотосурет артылып қалды дейді. Енді балалар бұл есепті шығару үшін біз бірінші берілген жазып алайық. Яғни балалар берілгенде барлығы бізде 35 фотосурет бар, альбомда. Әр бетіне біз 4 фотосуреттен қоямыз. Қанша фотосурет артылды деп жазамыз. Яғни осылай берілген жазып аламыз. Енді бұл жерде балалар шешуін табуымыз керекпіз. Яғни бізге әр бетіне 4 фотосуреттен қойғандықтан біз шешуінде 35-ті 4-ке бөлеміз. Яғни 35-ті 4-ке бөлгенде бізде 8 болады. 35-ті 4-ке бөлгенде 8 болады. Ары қарай бізде 3 қалдық қалып қалады екен. Яғни балалар енді тексеріп көрейік. 8-ді 4-ке көбейтеміз, 32 болады. Қалдық 3 қалдықты қосқанда бізде 35 шығады екен. Яғни балалар бізде мына 3 қалдық дегеніміз бұл бізде артылып қалған фотосурет болады екен. Яғни жауабында бізде 3 фотосурет артылып қалған екен, балалар. Келесі бізде балалар нөмір 5-ші есеп. Қалдықпен бөлуге есеп құрастыр дейді. Ол үшін төменде берілген өрнектердің сәйкес келетінін таңдап ал дейді. Яғни балалар бізде 49 бөлінген 5, 49 бөлінген 7 және 52 бөлінген 7 деген сияқты есептер берілген екен. Бұл жерде балалар біз мысалы 49 бөлінген 5 деген есепті, осы есепті біз қолдансақ болады. Яғни бізде мынандай есеп құрастырамыз. Берілген мысалы барлығы 49 қасық бар дейік. Біз әр үстелге 5 қасықтан қоямыз. Яғни қанша бізде қасық артылып қалды деген
есеп құрастырайық, иә. Енді бұл жерде шешуін табу үшін дәл төртінші есептегідей 49-ды 5-ке бөлеміз. Сонда бізде балалар 49-дың ішінде 5 9 рет бар екен, иә, яғни 9 рет бар екен. Енді ары қарай бізде 4 қалдық қалады екен. Енді балалар бұл жерде есепті тексеріп көрейік. 9-ды 5-ке көбейтеміз, 45 болады. 4 қалдықты қосамыз, 49 шығады екен. Яғни балалар бұл жерде бізде 4 қалдық деп тұрғанымыз бізде артылып қалған қасық екен, иә балалар. Яғни жауабында бізде 4 қасық артылған екен, иә, яғни артылды 4 қасық деп жауабын жазып қоямыз балалар. Келесі балалар нөмір 6-шы есеп теңдеулерді шеш дейді. Бұл жерде балалар бізде 3 теңдеу берілген екен, сол теңдеулерді біз шешейік. Бірінші бізде балалар 45 көбейтілген 2 көбейтілген y тең 900 дейді. Енді бұл жерде балалар 45-ті 2-ке көбейтіп аламыз, иә. 45-ті 2-ке көбейткенде 90 болады, көбейтілген y тең 900 дейді. Енді балалар бұл жерде y-тің мәнін табу үшін біз 900-ді 90-ға бөледі екенбіз, иә. 900-ді 90-ға бөлгенде бізде 10 деген сан шығады. Енді балалар осы y-тің мәні 10-ға тең болғандықтан, мына y-тің орнына біз 10 санын қойып жазып көрейік, иә. Яғни теңдеуіміз дұрыс шықты ма, бұрыс шықты ма білу үшін. 45 көбейтілген 2 көбейтілген 10 тең 900. Яғни балалар 45-ті 2-ке көбейтсек бізде 90 шығады. 90-ды 10-ға көбейткенде бізде 900 шығып тұр, иә. Яғни теңдеуіміз дұрыс шықты деген сөз. Келесі бізде балалар 45 көбейтілген 2 қосылған b тең 900 дейді. Бұл жерде балалар 45-ті 2-ке көбейтеміз, 90 болады, оған қосамыз b тең 900 дейді. Енді балалар бұл жерде қосу болғаннан кейін біз керісінше азайтамыз, иә. Яғни b-ның мәнін табу үшін біз 900-ден 90-ды азайтып тастайды екенбіз. Сонда 900-ден 90-ды азайтқанда бізде b-ның мәні 810-ға тең болады екен. Енді осы 810-ды мына b-ның орнына қойып жазып көрейік. Яғни теңдеуіміз дұрыс шықты ма екен. 45 көбейтілген 2 қосылған 810, яғни 45-ті 2-ке көбейтсек 90 шығады, 90-ға 810-ды қосатын болсақ 900 деген сан шығып тұр. Яғни балалар бұл есепте бізде теңдеу дұрыс шықты деген сөз. Келесі бізде балалар а азайту 45 көбейтілген 2 тең 900 деген теңдеу берілген екен. Яғни балалар бұл теңдеуді де біз қысқартып аламыз. Яғни а азайту 45-ті 2-ке көбейтсек 90 болады, тең 900 дейміз. Енді балалар бұл жерде біз аның орнын, яғни аның жауабын табу үшін біз 900-ді 90-ға қосады екенбіз, иә. Сонда 990-ға қосқанда аның жауабы бізде 990-ға тең болады екен. Енді осы 990-ды аның орнына қойып жазып көрейік. Яғни 990 азайту 45 көбейтілген 2 тең 900 дейді. Яғни балалар бірінші 45-ті 2-ке көбейтеміз, 90 шығады, 990-нан 90-ды азайтқанда бізде 900 деген сан шығып тұр. Яғни балалар бұл есепте бізде дұрыс шықты деген сөз екен балалар. Келесі бізде балалар нөмірі 7-ші есеп, есепті теңдеудің көмегімен шығарады. Яғни балалар бұл есепті біз теңдеу ретінде құрастырып жазып шығаруымыз керек екенбіз, иә. Яғни бізде бірінші а есебі. Қорда 127 қатысушы бар дейді. Бірнеше қатысушыға костюм тігілгеннен кейін тігілмеген 42 костюм қалды дейді. Неше костюм тігілді дейді. Яғни балалар бізде мына жерде сурет берілген, иә. Яғни 127 қатысушы бар деп тұр, иә. Барлығы 127, яғни костюм бар деген сөз, иә. 127 қатысушыға 127 костюм бар деген сөз. Енді оның тігілмеген 42-сі қалды дейді. Мынау бізде тігілмеген бөлігі екен, иә балалар. Осы бөлік бізде тігілмеген. Ал мына x дегеніміз бізде балалар тігілген бөлігі. Осыны табу үшін біз теңдеу құрап шығаруымыз керек екенбіз осы есепті. Яғни балалар теңдеуді былай құрасақ болады. 42 қосылған x тең 127. Енді балалар бұл жерде x-тің мәнін табу үшін біз x тең дейміз. 127-ден мына 42-ні азайтамыз, иә. Яғни 127-ден 42-ні азайтқанда бізде x-тің мәні 85-ке тең болады екен. Енді балалар осы 85-ті x-тің орнына, мына x-тің орнына қойып жазып көрейік, дұрыс шығар ма екен. Яғни 42 қосылған 85 тең 127-ге тең болады екен. Яғни балалар есебіміз дұрыс шықты. Сонда балалар жауабында бізде 85 костюм тігілген болып шықты, иә. Яғни 85 костюм тігілді деп жауабына жазып қоямыз балалар. Енді келесі бізде балалар 7-ші есептің а есебі.
бір орам матадан 14 метр қиып алынғаннан кейін онда 36 метр мата қалды дейді. Орамда қанша метр мата болған дейді. Яғни балалар, бұл жерде орамның ұзындығын x дейік деп жазып қойған екен. Яғни орамның ұзындығын x деп алып, біз бұл жерде де теңдеу құрап жазуымыз керекпіз. Яғни балалар, теңдеуді қалай құраймыз? Яғни балалар, x азайтылған 14 тең 36 деген біз теңдеу құрасақ болады. Енді бұл жерде x-тің мәнін табу үшін біз балалар 36-ға мына 14-ті қосады екенбіз. Сонда балалар, x-тің мәні 50-ге тең болады екен. Енді балалар, осы 50-ді мына x-тің орнына қойып тексеріп көрейік. Яғни балалар, 50 азайтылған 14 тең 50-ден 14 азайтқанда бізде 36-ға тең болады. Яғни есебіміз дұрыс шықты. Сондай балалар, жауабында орамның ұзындығы бір орам матада, яғни бір орамның ұзындығы бізде 50 метр екен балалар. Осылай балалар жауабын жазып қоямыз. Келесі бізде балалар 8-ші есеп. Камила сауалнама жүргізді дейді. Оған 100 оқушы қатысты дейді. Диаграмманы оқы, өз сыныбыңда музыкаға байланысты осыған ұқсас зерттеу жүргіз дейді. Алынған мәліметтерді диаграммаға жаз дейді. Яғни балалар, мына жерде диаграмма берілген. Мысалы, танымал әндерге бізде балалар, Камила 20 оқушы дауыс берген екен. Осы 100 оқушының ішінен 20 оқушы дауыс берген екен. Ал балалар әндеріне балалар 50 оқушы дауыс берген екен. Келесі халық әндеріне бізде 30 оқушы дауыс бергенін көріп тұрмыз. Осылай балалар, бізде диаграммаға салып, музыкаға байланысты өзіміз зерттеу жүргізуіміз керек екенбіз. Яғни балалар, мынандай зерттеу жүргізсек болады. Яғни, мысалы, шет тілдегі әндер, қазақ тілдегі әндер және классикалық әндер деп бөлеміз. Олардың қайсысына қанша бала дауыс беретінін біз есептеп жазуымыз керекпіз. Мысалы, балалар, шет тілдегі әндерге 5 оқушы дауыс берді дейік. Ал қазақ тілдегі әндерге бізде балалар 4 оқушы дауыс берді дейік. Келесі классикалық әндерге бұған да 4 оқушы дауыс бердік деп, осы сияқты өздерің диаграмма құрап, қанша адам қандай әнге дауыс беретінін жазып, өздерің жасасаңдар болады екен балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Арнамызға подписаться батырмасын басып жазылуды ұмытпаңдар. Одан кейін балалар, міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңдар, себебі біздің барлық видеоларымыз, жауаптарымыз сендерге міндетті түрде көрініп тұратын болады балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар, сендерге сабақта сәттілік тілеймін.